Бәріне сәлем достар, физика әлеміне қош келдіңіз. Кезекті видео сабағымызды жалғастырамыз. Бүгін бізде атом ядросының физикасындағы қызықты тақырыптардың бірі, бұл әрине радиоактивті ыдырау заңы. Алдыңғы видео сабақтарда сіздер қандай құбылыспен таныс болдыңыздар? Ол әрине альфа, бета және гамма ыдыраулар, яғни бұл радиоактивті элемент өздігінен басқа бір элементке түрленеді екен. Оны ең алғаш рет осы радиоактивтілік ұғымын ашқан ол әрине Беккерель деген ғалым, ал біз сол радиоактивті ыдырау заңына байланысты бүгін тестіде бұрындары келген, мұғалімдердің тестінде, ұлттық бірыңғай тестілеуде келген, пробнойларда келіп жүрген тапсырмаларды бірге үйренеміз. Барынша енді дәптерді ашып, жазып сызыңыздар, қажет болған жағдайда суретін де салып алсаңыз болады. Енді бұл тақырыпта әрине сурет көп емес, тек қана бір график қана. Ал ең алғашқы тапсырмамыздан бастайық. Цинк элементі берілген, оның жартылай ыдырау периоды дейді. Жақсы, бастапқы тапсырмаларда кәдімгідей мектептегі физикадағыдай полноценный бүйтіп жазайық. Жартылай ыдырау периоды деген үлкен Т деген әріппен жазылады, 2,4 минут уақытқа тең дейді. Енді цинктің бастапқы массасы, яғни бастапқы массаны біз М0 деп жазамыз, ол бізде 100 граммға тең. Енді сұрақ қандай болып тұр? 7,2 минут уақыттан кейін ыдырамай қалған цинктің массасын табыңыз дейді. Енді бірінші тапсырмаларды кәдімгі формуламен шығарып көрейік. Бұл жартылай ыдырау периодын, жартылай ыдырау үшін мынандай бір заңдылық бар. Ыдырамай қалған масса тең болады бастапқы масса көбейтілген 2 дәрежесінде минус уақыт бөлінген жартылай ыдырау периоды. Орын-орнына қоясыздар. Мысалы, бастапқы массасы 100 грамм, көбейтеміз оны 2-ге, минус 7,2 бөлеміз оны 2,4-ге. Бізде шығады 100 көбейту. Мынау екеуі 7,2-ні 2,4-ге бөлетін болсаңыз, онда сізде 2-нің минус 3-ші дәрежесі шығады. Ал біз бұны математикалық тұрғыда 100 көбейту дейміз да, мынау 2-нің минус 3 дәрежесі, бұл 2-нің кубы ғой, 1 бөлінген 2-нің кубы. Немесе 1 бөлінген 8 десек болады. 100-ді 8-ге бөлетін болсаңыздар, онда сіздерде 12,5 грамм деген жауап шығады. Бұндай жауап бізде Д вариантына сәйкес келеді. Ал бірінші тапсырмамыз енді оңай. Келесі сұрақ. Радиоактивті кобальт деген бір зат бар. Оның бастапқы массасы М0 2 граммға тең дейді. Енді бізге былай деп тұр. Егер осы элементтің жартылай ыдырау периоды 36 тәулікке тең болса, онда 108 тәуліктен кейін оның ыдыраған массасы, 108 тәуліктен кейін ыдыраған массасы деген бізде дельта М деп жазып қоямыз ба? Енді бірінші жолда біз давайте официально шығарайық, кәдімгідей формуланың көмегімен масса тең болады М0 көбейту 2-нің минус Т бөлінген Т дәрежесі деп. Немесе орындарына қоятын болсақ, бізде бастапқы массасы 2 грамм, көбейтеміз оны 2, уақытымыз минус 108 бөлінген 36. Жартылай ыдырау периоды астында жазылатын ұмытпаңыздар. Сонда 2 грамм көбейтілген 2-нің минус 3 дәрежесі, немесе 2 бөлінген 8 деп жазайық. Мына 2-нің минус 3 дәрежесі ол 8-ден 1. Сонда бізде бұл шама қысқарады, 4-тен 1 грамм қалады. 4-тен 1 грамм деген сол 0,125 граммға тең. Енді қараңыздаршы, бастапқыда бізде қандай да бір радиоактивті элемент болған, 2 грамм бастапқы массасы. Ол ыдырағаннан кейін оның 0,125 граммы қалса, мынау бастапқы массасы М0, мынау одан қалған массасы М. Сонша қаншасы ыдырап кетті десе, дельта М олардың айырмасы емес пе? Дельта М дегеніміз ол бастапқы масса мен ыдырамай қалған массаның айырмасы. Сонда 2 грамм болды, оның 0,25-і қалды, ыдырап кеткені, сонда 1,175 грамм деп айтуға болады. Бұл негізгі шығарылу жолы. Енді бұндай тапсырмаларды кейде енді тест ВЖБ, ТЖБ кезінде сіздер олай жаза алмайтын шығарсыздар. Мұғаліміңіз оны жазылу дұрыс емес деп бағаңызды төмендетіп тастауы да мүмкін. Егер де бір тестілеуде болса, онда мынандай бір лайфхак бар, Бізде мысалы радиоактивті изотоптың массасы 2 грамм, және 36 тәулік өтеді. 36 тәуліктен кейін оның қаншасы қалады? Тең жартысы қалады. 2 граммның 1 граммы қалады. Тағы да бір 36 тәулік өтеді. 36 тәуліктен кейін қаншасы қалады? 1 граммның жартысы қалады, ол 0,5 грамм. Тағы да бір 36 тәулік өтеді. 36 тәуліктен кейін қаншасы қалады? Уже біліп тұрған шығарсыз, 0,5-тің жартысы 0,125 грамм.
Жалпы есептеген кезде мынау уақыттарымыз Т деген уақыттарды қосатын болсақ, жалпы бізде 108 тәулік өтті ме? Иә, өтті. Енді аласыздар да не істейсіздер? Дельта М ыдырап кеткен массасын табу үшін бастапқы массадан азайтасыздар ыдырамай қалған массасын. Осылай шығара салуға да болады негізі. Формуланың көмегінсіз 2-ден азайтамыз 0,25-ті, дәл сол жауап шығады 1,75 грамм деген. Сонда бізде жауабымыз Д болып қалады екен. Ал кейбір тапсырмаларда бұл енді БЖБ кезінде бұлай жазуға болмайтын шығар. Келесі тапсырма. Радиоактивті натрий берілген дейді, және оның массасы М0, бастапқы массасы 16 граммға тең, оның жартылай ыдырау периоды Т бізде 14,8 сағатқа тең. Енді сұрақ қандай болып тұр? Бізде 44,4 сағаттан кейін ыдырап кеткені қанша дейді? Ыдырап кеткені ол дельта М. Енді дәл жаңағыдай істеп көрейік. Бізде 16 грамм изотоп болған, радиоактивті натрий болған, және өтеді. Бір жартылай ыдырау периоды, яғни 14,8 сағат өтеді. 14,8 сағат өтеді. Қаншасы қалады? Жартысы қалады, 8 грамм. Тағы да бір рет ыдыратамыз. Тағы да 14,8 сағат өтеді. 8 граммның жартысы қалады, 4 грамм қалады. Тағы да бір рет ыдыратайық, 14,8 сағат. Енді жалпы барлығын қосқан кезде бізде 44,4 шығады негізде. То есть, бізде мынандай бір нәрсе бар енді. Жаңағы формулада, жарайды, мына есепті до конца шығара салайықшы. 4 граммның жартысы қалады, 2 грамм. Мынау бастапқысы, мынау қалғаны 2 грамм. Сонда ыдырап кеткені, осы жерін мұқият оқу керек, ыдырап кеткен бөлігі қанша дейді? Ыдырап кеткен бөлігі десе, ол бізде 16-дан азайтасыздар 2-ні, сіздерде 8 грамм, ойбай, математикам сәл нашарлайды, айып етпеңіздер. 14 граммы ыдырап кетті деп айтамыз. Осы жерін мұқият оқу керек, өйткені мысалы формулаға қойдыңыз, есеп шықты 2 грамм деп Б жауабын белгілейтін болсаңыз, онда сіздерден 1 балл өкінішке орай күйіп кетеді, сіз есеп шығарғанмен, өйткені сіз мұқият оқыған жоқсыз деген сияқты. Енді жаңа айтайын деп отқан мынандай нәрсе. Бізде мысалы 44,4 бұл бізде жалпы уақыт, жалпы уақыт. Бөлеміз оны жартылай ыдырау периодына. Бізде қанша ол? 14,8, бізде шығады 3 деген жауап. 3 деген не нәрсе десеңіздер, бұл 3 деген қанша рет ыдырады деген бір қандай да бір коэффициент. Яғни элемент сіздерде 1 рет ыдырауы мүмкін, 2 рет ыдырауы мүмкін, 3 рет ыдырауы мүмкін деген сияқты. Жалпы осы екі санның қатынасы белгілі бір коэффициентті береді, және оның физикалық мағынасы қандай, бұл элементтің қанша рет ыдырағанын көрсетеді. Келесі тапсырма. Мысалы, мына жерде дәл солай шығарып тастауға болады. 115 тәулік бізде қандай да бір элементтің жартылай ыдырау периоды, 230 тәуліктен кейін радиоактивті элементтің неше пайызы қалады дейді. Дәл солай коробка методымен істесек болады, мынандай 4 бұрыш саламыз. Бізде 100% элемент болған. Қанша өтеді? Қанша рет ыдырайды, точнее. ТНТ-ға бөлетін болсақ, бізде 230 тәулік өтті, жартылай ыдырау периоды 115, бізде элемент 2 рет ыдырады. 2 деген бұл ыдыраулардың саны. 100% 1 рет ыдырайды, қаншасы қалады? 50% қалады. Тағы бір рет ыдыратамыз, осы 50%-ның қаншасы қалады? Жартысы 25% қалады. Сонда бізде неше пайызы қалады десе, онда 25% деп айтамыз. Егер мынау контекстіде неше пайызы ыдырап кетті десе, онда С жауабын белгілеп, 75% ыдырап кетті деп жауап бересіздер. Надеюсь, здесь все понятно. Келесі тапсырма. Вот мына жерде мысалы мынандай пайыздарды білу керек. Бізде хром деген бір радиоактивті изотоп бар екен, және оның жартылай ыдырау периоды Т 27,8 тәулікке тең. Енді осы изотоптың 87,5% ыдырап кететін уақыт. Жалпы пайыздарды жаттап алсаңыздар да болады, қатты қиын емес. Мен басынан бастап бір түсіндіріп кетейін. Бізде 100% элемент болады. Бір жартылай ыдырау периоды өткеннен кейін, оның 50% қалады. Тағы да бір жартылай ыдырау периоды өткеннен кейін, 50%-ның жартысы 25% қалады. Тағы да бір жартылай ыдырау периоды өткеннен кейін, қаншасы қалады? 25-ның жартысы 12,5% қалады. Сонда қараңыздар, осы уақытта, яғни 3 рет жартылай ыдырады, міне 1 рет ыдырады, 2 рет ыдырады, 3 рет ыдырады, 3 рет ыдырағаннан кейін 12,5% қалса, демек қанша пайыз ыдырап кетті десе, 100%-дан 12,5% бұл қалғаны, азайтып тастайтын болсақ, 87,5% не істеді? Ыдырап кетті. Қарап тұрсаңыздар, элемент қанша рет ыдырады? 3 рет ыдырады, Сонда бізде ол 3 рет ыдырайтын болса, жалпы уақытын қалай табамыз? Жалпы уақыт бөлінген ол ыдыраулардың саны 3. Сонда Т-ны уақытты табатын болсақ, 3-ті көбейтеміз Т-ға. 3 рет жартылай ыдырады ғой, 3-ке көбейте саламыз. 3 көбейтілген 27,8 бізде шығады қанша? Мынау
Калькуляторыммен ала салайын енді. 27-8 көбейтілген 3. 83,4 тәулік деген жауап бар екен. Ол бізде Б деген жауапқа сәйкес келеді. Осылай жаза салуға да негізі болатын шығар. Келесі тапсырманы жалғастырайық. Келесі тапсырмада не берілген? Вот осы жерге келген кезде оқушылардың көбісі ойланып қалады. Бізде былай дейді. Үлкейді көрсетейін бе? Радиоактивті изотоп берілген. Және осы изотоптың активтілігі 5 тәулікте 4 есе кеміген дейді. Енді осы изотоптың жартылай ыдырау периодын анықтаңыз. Активтілігі 4 есе кеміді дегенді қалай түсінемін? Біздің адырағаннан кейін массасы 4 есе азайды деген мағынаны білдіреді. Мысалы, бастапқыда массасы m болған, арада бір адырау өтеді, және оның массасы m0 болса, m0 4 есе азайып қалады. Ол мысал ретінде бір любой санды ала салайық, бір 200 грамм бір элемент болған. Содан кейін оның жартысы қалады. 100 грамм. Ол бізде жартылай ыдырау периоды өткеннен кейін. Тағы да бір рет ыдыратамыз. Т деген уақыт өтеді, білмеймін қанша екенін. Одан кейін оның қанша граммы қалады? 50 граммы қалады. Қарап тұрсаңыздар, активтілігі 4 есе кеміді, массасы 4 есе кеміді деген екеуі бір нәрсе. Мынау 200 грамм болған, 50 грамм қалды. 4 есе азайды ма? Мынау бастапқы массамыз 4 есе азайды. Қанша рет ыдырады сондай элемент? 2 рет ыдырады. Демек, 2 жартылай ыдырау периоды общий қанша тәулік өтті? Мынау екеуінің қосындысы 5 тәулік. 5 тәулік. Сонда жартылай ыдырау периодын табатын болсақ, 2,5 тәулікке тең деп айта саламыз. Ол бізде С деген жауапқа сәйкес келеді. Или формулаға салып шығарсаңыздар да болады. Бірақ біз көбінесе жаңағыдай математикалық амалдарсыз логикамен есептің шығарылу жолдарын үйренеміз. Оның физикалық табиғатын білсеңіздер, әрі қарай уже логикамен тапсырмаларды шығаруға болады. Келесі тапсырма. Жартылай ыдырау периоды, енді мына есеп жазуға тура келетін шығар. Жартылай ыдырау периоды 3 тәулікке тең болатын. Айтпақшы, бұл тақырыпта сіздер уақытты секундқа айналдырып қажеті жоқ. Тәулік па, тәулікпен шығарамыз. Сағат па, сағатпен шығарамыз. Жыл дейма, жылмен шығарамыз. Оны қ-ға келтірудің мүлдем қажеті жоқ. Енді былай дейді. Осы жартылай ыдырау периоды 3 тәулікке тең болатын қандай да бір радиоактивті элемент ядроларының бастапқы саны, n0 деген әріппен белгіленеді. 2 көбейту оның 8-ші дәрежесіне тең дейді. Енді сұрақ, осы элементтің 6 тәуліктен кейін ыдырамай қалған ядроларының саны, яғни n-ді сұрап тұр. Ыдырауға ұшыраған пайызы дейді. Енді бұл сұраққа бар ғой, максимум бір 3 секунд уақыт жұмсауға болады. Интересно, да? Бір 100% элемент болады. Жартылай ыдырау периоды 3 тәулік өтеді. 50% қалады. Тағы да бір 3 тәулік өткіземіз. 3 тәуліктен кейін қалады 25%. Сонда бізден сұрап тұрған ыдырауға ұшыраған пайызы десе, қанша пайыз ол? Әрине 75%. 75% деген жауап бізде А деген вариантқа сәйкес келеді. Болды. Басқа варианттар уже сәйкес келмейді. Ал егер екінші жауабын іздейтін болсаңыздар, формуласы дәл сондай. n тең n0 көбейту 2-ның минусы бөлінген т дәрежесі. Бастапқы атомдар саны, немесе ядролар саны 2, оның 8 дәрежесі көбейту 2-ның минус. Мына бізде қанша болады? Уақытымыз 6, бөлеміз оны 3-ке. 2, оның 8 дәрежесі көбейту 2-ның минус 2 дәрежесі, немесе 2-ның минус 2 дәрежесін 1/4 деп жазсақ болатын шығар. Мына екеуін қысқартасыздар. Сонда 2-ден 1, немесе 0,5 көбейту оның 8 дәрежесі. Немесе оны 5 көбейту оның 7-ші дәрежесі деп жазуға болатын шығар. Ал достар, жалғастырайық. Келесі тапсырмада бізде уже графикпен жұмыс. Жалпы бұл графиктің қалай құрылатыны жайлы негізі қысқаша бір айтып өтсем. Мысалы, бұл графиктің негізгі нүктелері өте оңай салынады. Мысалы, мынау атомдар саны немесе масса берілуі мүмкін, ол жерде. Ал мынау бізде уақыт. Енді қараңыздар. Бізде бастапқыда бір радиоактивті элемент болады. Мысалы, бір 200 грамм радиоактивті кобальт немесе радиоактивті уран деп берілуі мүмкін. Яғни бұл график қандай да бір нүктеден басталады. Мынау шама. Бұл бастапқы атом саны n0, немесе бұл жерде массада тұруы мүмкін. Бұл жерде m0 деп те жазылуы мүмкін. Сәйкесінше мына жерде біз өзгертеміз. Жарайды, массамен түсіндіре берейік. Енді қараңыздар, бір жартылай ыдырау периодына тең уақытты өткіземіз, яғни т деген уақыт. Қарап тұрсаңыздар, осы уақытта
осы уақытта біз білеміз ғой, 100% элементтің тек қана несі қалады? Жартысы ғана қалады, иә? Яғни мынау тұрған кесіндіні дәл теңдей 2-ге бөлеміз. Осы жерден бөлетін болсақ, бұл жердегі массамыз m0 бөлінген 2 болады. m0 бөлінген 2. И осы 2 нүктені бүйтіп қиылыстырамыз. Сонда бізде тағы бір нүкте пайда болады. Тағы да бір жартылай ядро периодына тең уақыт өтеді, яғни бұл уақытымыз 2t. Енді қаншасы қалады десе, осы m0-дің жартысы қалады. Мынау кесіндіні тағы да 2-ге бөлесіздер. Сонда бұл нүктеміз m0 бөлінген 4 болады. Екінші нүктені саласыздар. И үшінші нүкте ол 3t. 3 жартылай ядро периоды өткеннен кейін m0-дің жартысы, яғни мына жерге m0 бөлу 8 деп қоямыз. Сонда мына екі нүктеміз былай қиылысады екен. Сонда 1, 2, 3, 4 нүкте арқылы біз осындай графикті аламыз. Енді қараңыздар. Бізде былай дейді. Тура осындай график. Суретте ыдырамаған ядролар санының уақытқа тәуелді графигі көрсетілген. 3 периодқа тең уақытта, 3-ті уақытқа тең болатын уақытта ыдырап кеткен ядролардың санын тап дейді. Ыдырап кеткені қанша? Енді қараңыздар. 3 жартылай ядро периодынан кейін мынау графикті үлкейтіп қарайтын болсаңыздар, 3t деген уақытқа сәйкес келеді n0 бөлінген 8. Бұл осы жауапты алып былш еткізіп, бүйтіп белгілей салуға болмайды. Бұл ыдырамаған ядролар саны. 3t уақытқа сәйкес келеді. Міне, ол бастапқы атомдар санының 8-ден 1 бөлігі ыдырамай қалған болса, енді қаншасы ыдырап кетеді? 8-ден 7 бөлігі емес пе? Логично емес пе? Бір 100% болған, оның 8-ден 1-і қалды, значит 8-ден 7-сі ыдырап кетті деп айтамыз. Бұл талдау негізі қатты бір қиындыққа соқпау керек. Келесі тапсырма. Жартылай ядро периоды 1 тәулік болатын радон атомының 5 тәулік ішіндегі ыдырайтын бөлігі дейді. Енді жаңағыдай істей салсақ болатын шығар енді, қанша бөлігі ыдырайды? Или давайте формуламен шығарсақ та болатын шығар. Бұл жерде енді бағанағы лайфхакпен шығара салуға болады. 100% элемент болған, оның жартысы қалады. Т уақыттан кейін ол 50%. Енді бізде жартылай ядро периоды 1 тәулік қой. Бізде 5 тәулікте ол 5 рет ыдырайды. Сәйкесінше Т бөлінген Т деген уақытымыз, бұл коэффициентіміз 5-ке тең. 5 рет ыдырайды. Тағы 1 рет ыдыратамыз, 25% қалады. Тағы да 1 рет ыдыратамыз. Ол бізде қаншасы қалады? 12,5% қалады. Солай ма? 150, 25, 3 рет ыдырады. Тағы 4-ші рет ыдыратамыз. 12,5-ның жартысы қалады. 12,5 2-ке бөлетін болсақ, 6,25% қалады. 4 рет ыдырады. Тағы да 1 рет ыдыратамыз. Ол бізде 6,25-тің жартысы 3,125 шығады. 5 рет ыдырады. Енді бұны пайызға қалай айналдырамыз десе, логично емес пе? Мұны пайызбен айтып жатыр. Осынша пайызы бізде қалды. Ыдырағаны қанша десе, ол 100%-дан азайтамыз осы 3,125. Енді 100-ден 3-ті алып тастайтын болсақ, жуық шамамен 97% ыдырап кетті. Ал егер бөлік бойынша айтатын болсақ, 0,97 бөлігі ыдырады деп жауап бере салуға болады. Келесі тапсырма. Енді қайбір жылдары мынау келген, пробныйларда жүрген, бастапқы уақыт мезетінде жартылай ядро периоды Т 5 минутқа тең болатын бір радиоактивті изотоптың атомдар саны N0 1000-ға тең. Сұрақ 10 минуттан кейін ыдырамай қалған атомдар саны. Енді көріп тұрсыздар ғой, 5 минутта 1 рет ыдырайды, тағы 5 минутта ол 2 рет ыдырайды. Демек, бізде бастапқы атомдар саны 2-ге келмейді, одан 4-ке келеді. Одан кейін дағы да солай кеми береді деген сияқты. Сонда бізде 1000 атом болған. 1 рет ыдыратамыз 500 қалады, тағы да 1 рет ыдыратамыз 250 қалады. Формула қолдандық па? Жоқ, қолданған жоқ. Сонда қарап тұрсаңыздар, жауабы бізде 250 болады. Ал егер формуламен сұрайтын болса, ыдырамай қалған атомдар саны n тең n0, 2-ның минус Т бөлінген Т дәрежесі деп жазылады. Бұл ыдырамай қалған атомдар саны. Яғни бұл бізде қай жауапқа сәйкес келеді? G деген жауапқа сәйкес келеді. Формуланы тоже біліп жүру керек деген сөз. То есть сіз тек қана логикамен, сонымен қоса есептің дұрыс шығарылу жолын білсеңіз, ол да сізге жақсы пайдасын тигізеді. Ал тағы бір формула бар. Тағы бір формула
Ол формула қалай жазылады десеңіздер, ол дельта n, яғни ыдырап кеткен атомдар санын сұраса. Біз бағана бұндай есеп шығардық қой, ыдырап кеткені қанша десе, бастапқыдан азайтамыз ыдырамай қалғанын. Енді мынаны ары қарай формула бойынша түрлендіріп жіберсек, n0 азайтылған n0 көбейту 2-нің минус t бөлінген t дәрежесі. n0 жақшаны сатына шығарып жіберсек болады ғой, сонда мына жақта 1 қалады, азайту 2-нің минус t бөлінген t дәрежесі. Мынау формула, яғни үшінші емес, мына b вариантында тұрған, мына вариантта тұрған формула, бұл қандай формула десеңіздер, ыдырап кеткен атом саны. Ыдырап кеткені деп қысқартып жазылайын. Вот жалпы осындай қысқаша бір түсіндірме. Келесі тапсырма. Былай дейді, қандай да бір т деген уақытта радиоактивті дененің ыдырамай қалған атом санының бастапқы атом санына қатынасы берілген. Яғни бізге ыдырамай қалғаны бөлеміз бастапқы атом санына 1 бөлінген 30. Элементтің жартылай ыдырау периодын анықтаңыз дейді. Өте бір интересный бір момент, иә, бұндай есептер бұрындары бір көрмеген сияқтымыз, бірақ та бұл жай ғана математикалық амалдармен бір сөйлемді сізге керісінше аударып берген. Физикалық мағынасын білсеңіз, немесе формуласын білсеңіз, оңай шығарып жіберуге болады. Қараңыздар, мына жерден енді n-ді түрлендіріп алайық. n-ді түрлендірсек, n0 мына жаққа көбейтіліп барады, иә, 1 бөлінген 32 көбейтілген n0. Бұл не нәрсе? Бұның физикалық мағынасы, мынау бастапқы атом санының 32-ден 1 бөлігі ыдырамай қалды деген сөз, иә, n деген қалғанын білдіреді. Но, әрі қарай енді формуласына келтіретін болсаңыздар, n0 көбейту 2-нің минус t бөлінген t дәрежесі. Енді мына жерден теңдеу сияқты n0 мен n0-ді көбейткіштер екі жағында да бар. Біз оны қысқартып жібере аламыз математикалық тұрғыдан. Мына жақта 1 бөлінген 32 қалады, жарайды, басынан жазылайын. 1 бөлі 32, мына жақта 2-нің минус t уақыт бөлінген жартылай ыдырау периоды. Енді 32-ден 1 деген 2-нің қанша дәрежесі? Бұл бізде 2-нің көбейтеміз 2-ге 4 болады, тағы 2-ге көбейтеміз 8 болады, тағы 2-ге көбейтеміз, ол бізде 16 болады, тағы 2-ге көбейтеміз 32 болады. Яғни біз 32 деген 5-ші дәреже. 1 бөлінген 2-нің 5 дәрежесі деп жаза аламыз, немесе оны математикалық амалмен 2-нің минус 5-ші дәрежесі деп жазуға болады ғой. 2-нің минус t бөлінген t дәрежесі. Енді ары қарай математикалық амалдар сияқты көрсеткіштік теңдеулердің негіздері бірдей болса, біз олардың тек қана дәрежелерін теңестірсек болады. Ну, минуспен шығарып жібереміз, сонда 5 тең болады t бөлінген t-ға. Енді осы жерден жартылай ыдырау периодын табатын болса, уақытты бөле саламыз 5-ге. Мынау біздің жауабымыз болады. Яғни бұл бізде А деген вариантқа сәйкес келеді деген. Келесі тапсырма. Мынау да жаңағы есеп сияқты, біз уже бір рет бұндай тапсырманы шығардық. Активтілігі 8 тәулікте 4 есе азайған, яғни бастапқы атомдар саны 4 есе азайды, немесе бастапқы массасы 4 есе азайды деп айтсақ та болатын шығар. Енді ол жерде қанша ыдырау периодын анықтаңыз дейді. Так, еще раз повторяем. Мысал, 200 грамм элемент болады, бір рет жартылай ыдырау периоды өтеді, 100 грамм қалады, жартысы. Тағы да бір жартылай ыдырау периоды өтеді, қаншасы қалады? 50 грамм қалады. Массасы 4 есе азайды ма? Азайды. Қанша уақытта? 2 жартылай ыдырау периодына тең уақытта. Бізге осы жалпы уақытымыз 8 тәулікке тең дейді. Жартылай ыдырау периодын табатын болсақ, 8-ке бөлеміз, бізде 4 тәулік деген жауап шыға салады екен. Ну, вариант ретінде А жауабын белгілейміз. Келесі тапсырма. Енді мынау орысша тапсырмалардың қазақша тапсырмалардың айырмашылығы бар ма десе, кейде болады енді бір тапсырмалар қиын, бір тапсырмалар оңай деген сияқты. Бірақ бұл тапсырма енді сәйкестендіру форматына келген екен. Период полураспада изотопа йода 131 равен 8 суток. 8 суткам деп жазылма негізі. Установить соответствие между промежутком времени и частью не распавшихся массы вещества. Бізге мына уақытпен осы ыдырамай қалған, иә, не распавшийся деген ыдырамай қалған массаларының қатынасын табыңыз. Енді бізде жартылай ыдырау периоды қаншаға тең еді? 8 тәулікке тең. Ну, сәйкесінше бізде бірінші уақытымыз T1, ол 8 тәулікке тең. Қаншасы қалады? Жартысы қалады, 2-ден 1. 2-ден 1. Логично емес пе? 100% болады, 50% қалады. Сонда через 8 суток масса оставшегося вещества составляет 1/2 часть от начальной массы. Енді екіншісін қарайық, T2 16 тәуліктен кейін дейді. 16 тәулікте ол 2 рет ыдырайды. 2 рет ыдыраса массамыз M0 болады, одан кейін оның жартысы қалады M0 бөлінген 2, тағы да 1 рет ыдыратамыз, то есть бізде 8 тәуліктен 2 рет ыдырады, общий 16 тәулікте, сонда M0 бөлінген
4 болот. Одан кийин m0 бөлүнгөн 6 болмойт эсичи. Мына санды 2ге бөлөсүздөр, m0 бөлүнгөн 8 болот. Ар карай энди жалгастыра берип тургула, m0 бөлүнгөн 16, m0 бөлүнгөн 32 деп. Сонда карап турсаңыздар, баштапкы массасынын 4тен 1 гана калды. Дурусбу? Мына санда биз 4тен 1 көбөйтүлгөн m0 деп жазсак, бул баштапкы массасынын 4тен 1 бөлүгү калды деген сөз. Ну, получается, через 16 суток остается 1/4 часть от начальной массы деп осы жауаптарды сәйкестендіресіздер. Ары қарай енді логика. Келесі тапсырма. Енді бұл тапсырма кейде молекулалық физикамен сәл-пәл енді араласып келіп жатады, но одан қорқатын ештеңесі де жоқ. Мен мына микрофонды сәл жақынырақ қояйын. Радиоактивті натрий бар және оның жартылай ыдырау периоды 15,6 сағатқа тең. Массасы m0 100 грамм радиоактивті натрийдің 62,4 сағат ішінде ыдыраған атомдар санының мәнін табу керек. Ыдыраған бөлігі қанша дейді. Бірінші амал енді былай істейді. Бірінші амал кәдімгі формуламен ыдырамай қалған массасын тауып көрейік. m0 көбейту 2-нің минусы бөлінген т дәрежесі. Так, 100 грамм көбейтеміз оны 2-ге, и дәрежеміз 62,4 бөлінген 15,6. Так, 62-де 4-ті бөліп жүрсем, бір нақты четкий сан шығу керек қой, 62-де 4 бөлі 15,6. Бізде 4 шығады екен. 100 көбейтілген 2-нің минус 4 дәрежесі. 2-нің 4 дәрежесі деген сөз, ол 100 көбейту 1 бөлінген 16. 16. 116-ға бөліп жүрсем, бізде шығады қанша? 6,125 грамм қалады екен. Қалады. Бұл қалғаны достар. Бізде нені сұрап тұр? Ыдыраған, яғни ыдырап кеткен атомдардың саны. Енді сәйкесінше екінші амал, сіз қазір дельта m-ді таппайсыздар ма? Дельта m-ді табатын болсаңыздар, дельта m тең болады бастапқы масса азайтылған ыдырамай қалған масса. 100 грамм азайту 6,125, бізде шығады қанша? 100-ден азайтамыз 6,25-ті, бізде шығады 93,175 грамм. Бұл ыдырап кеткен масса. Ыдырап кеткен. Енді сәйкесінше уже формуламен былай үшінші амалды орындай салуға болады. Зат мөлшерінің формуласы масса бөлінген мольдік масса тең болады n бөлінген n авогадро. Сәйкесінше бізде дельта m болса, мына жерде дельта n ыдыраған ядролардың саны. Енді үшіден ыдырап кеткен дельта n-ді табу үшін пропорциямен дельта m-ді көбейтеміз авогадро тұрақтысына, бөлеміз оны мольдік массаға. Бізде дельта m 93,175 грамм. Көбейтеміз оны 6 көбейту оның 23 дәрежесіне бөлеміз. Енді мынандай тапсырмаларды мольдік массаны айтпады ғой, маған берілген жоқ, ондай нәрсе қайдан табам десе, ол жерде енді кішкене атом ядросына көз жүгіртесіздер. Мынау бізде натрий, астында тұрған 11 деген бұл Менделеев кестесіндегі оның реттік нөмірі, үстіндегі 24 деген бұл как раз таки оның мольдік массасы. 24 грамм бөлінген моль деп негізі өлшем бірліктермен де жазуға болатын еді. Мына жерде граммды жазып, зачем, барлығы бізде бұл жерде қысқарып кетеді. Сонда 93,175 көбейтеміз оны 6-ға, одан санды бөлеміз 24-ке, бізде шығады 23,43 жуық шамамен. 23,43 көбейту оның 23 дәрежесі. Осынша молекула ыдырап кетеді деген. И ол бізде 23,51-ге жуықтай ма? 23,51-ге жуықтайды. Ана жерде авогадроны 6,02 деп алған екен ғой. 93,75 көбейту 6,02 бөлеміз оны 24-ке. 23,51 шығады екен. Ровно. Егер 6,02 деп алатын болсақ, мына авогадро тұрақтысы. Кішкене сан, енді айырмашылық көп нәрсені шешпейді ғой, былайша айтқан кезде. Келесі тапсырма. Енді мына тапсырма сәл енді күрделілеу, қазір оның шығарылу жолдары бірнеше этаптан тұрады. Бастапқы тапсырмалар оңай, қазір соңына қарай натурал логарифммен шығаратын тапсырмалар болады. Так что соңына дейін міндетті түрде қараңыздар. Жартылай ыдырау периоды берілген бізде т тең 3 айға. Жазмай алды. Қазір. Кейде енді мынау PowerPoint-тың сәл-пәл ауырып қалатыны бар енді. Жартылай ыдырау периоды т тең болады 3 айға, және осы изотоптың т уақыт 1,5 айда ыдыраған массасы деген дельта m 580 граммға тең болса, ыдырамай қалған массасын сұрап тұр, яғни m тең сұрақ.
мынау белгіленуіне қате кетіп қалмаңыздар. Дельта м деген ыдырап кеткені, м деген ыдырамай қалғаны. Енді формула бойынша жазайын десек, бұл былай болайын деп тұр. Масса тең m0 көбейту 2-нің минус т бөлінген т дәрежесі деп жазамыз, иә? Ал егер ыдырап кеткені десе, дельта м десем, бұл бізде қалай жазылатын еді? m0 жақшаның ішінде 1, енді жаңадан шығады ғой, m0 азайту m. m-нің орнына апарып мына санды қоятын болсаңыздар, жақшаның сыртына m0 шығады. 1 азайту 2-нің минус т бөлінген т дәрежесі деген формула қалады екен. Енді бұл жерде бір енді қызық болып тұрғаны мынау дәреже. m0 көбейту жақшаның ішінде 1 азайту 2-нің минус. Мұны 3-ті 1,5-ға бөліп жіберіп жүрмеңіздер, иә? Бұл жерде олай істеуге болмайды. Барлығы рет-ретімен тұр. 1,5 бөлінген 3. Аха. Енді мынау санды бөлек талдап алайықшы, бұл енді математикалық тұрғыдан оңай. 1,5 мен 3-ті қысқартатын болсақ, минус 2-ден 1. Минус 2-ден 1. Бұл енді не деген сөз? Математикалық амалдармен минус деген дәреже бұл 1 бөлінген 2-нің 2-ден 1 дәрежесі деген сөз. Ал 2-ден 1 дәреже деген бұл бізде квадраттық түбір деген сөз. 1 бөлінген түбір асты 2. Келісесіздер ме? Немесе иррационалдықтан құтылып жіберсек те болады. Сонда түбір асты 2 бөлінген 2, немесе нақты сан мәнін есептесек те болады. Түбір асты 2 деген жуық шамамен 1-де 4 бөлеміз 2-ге 0,7-ге тең болады. Я орнына апарып қоя салайық. Мынау санды біз есептеп алдық. Сонда бізде m0 жақшаның ішінде 1 азайту 0,7. Енді жуық шамамен 0,3, m0 қалады. Сонда бізде қараңыздар. Дельта m тең 0,3 m0. Біз бастапқы массаны таба аламыз ба? Әрине таба аламыз. Дельта m-ді бөліп жіберейік 0,3-ге. Дельта m деген 580 грамм, бөлеміз оны 0,3-ге. Бізде бастапқы масса қанша болды? Соны шығарып береді қазір. 580 бөлу 0,3 1933. 1933 грамм болған. Жуық шамамен есептеп жатырмыз бәрі. Енді бізде ыдырамай қалғаны қанша десе, бастапқы массадан ыдырап кеткенін азайтпаймыз ба? Бастапқы массасы 1933, одан азайтамыз 580-ді. Қанша шығады? Азайтамыз 580 тең болады 1353. 1353. Енді жауаптарынан қарасақ, бұл шамамен 1,35 килограмм, немесе ол аға енді жуықтай алмаймыз, 1-де 74 деп. Негізі мына сандарды жуықтамасақ, нақты мән шығады. Түбір асты 2 бөлінген 2 дегендерді, или жарайды, ерінбей салайықшы. Түбір асты 2 бөлінген 2, бұл бізде 0,77. Одан 1-ді азайтатын болсақ, 0,293 шығады екен. Мына жерде 0,293 m0. Так, енді мынаны солай бөліп жүрмейміз бе? 0,293-ге бөлсек, 580 бөлу 0,293 1980. 1980 грамм шығады. Енді 1980-нен азайтсақ 580-ді 1400 болады. 1400 грамм. Енді жуықтаған кезде бәрібір сыр жауабына келесіздер ғой. Ақыр соңында. Енді жуықтаған кезде, мысалы 1,16-ға жуықтамаймыз деген сияқты. Сонымен осылай шығады екен. Ал давайте қазір соңғы тапсырманы шығарып көреміз. Одан кейін бізде бір контексттік тапсырма бар. Сол контексттік тапсырмада да біраз сұрақтар бар. Соларды бірге талдап көрейік. Пока мына тапсырманы қалай шығарамыз? Өзіңіз пауза қойып, бір ойланып көрсеңіз болады. Қандай да бір изотоптың бастапқы ядроларының 8-ден 5 бөлігі 1200 секунд ішінде ыдырап кетті дейді. Яғни бізге қандай да бір уақыт берілген 1200 секунд. Және оның 8-ден 5 бөлігі ыдырап кетсе, қаншасы қалады деген сұрақ. Ыдырамай қалған масса, немесе ядролардың саны деп айтсақ болады, 8-ден 3 болмайды ма? m0. Ыдырамай қалғаны 8-ден 3. Егер 8-ден 5 ыдырап кетсе, 8-ден 3 қалады. Логично ма? Енді осы изотоптың жартылай ядролық периодын табыңыз дейді. Жартылай ядролық периоды қаншаға? Енді мына формуланы ары қарай бүйтіп былай орындарына қойып жіберсек, m тең m0 көбейту 2-нің минус уақыт бөлінген жартылай ядролық периоды. Мынау массаның орнына алып келіп біз қазір 8-ден 3 m0-ды қойып жіберсек. 8-ден 3 m0-ды қойып жіберсек. Жарайды, мына жерде қазір масса мен масса қысқарады екен, бастапқы масса қысқарады. Енді көбінесе ОБТ форматында
мына жақтағы сан 8-ден 1, 4-тен 1, 16-дан 1 деп 2-нің бір идеальный дәрежесіне келеді. Бұл жағдайда қарап тұрсаңыздар, сәл келмей қалып тұр, иә? 8-ден 3-ті біз 2-нің қанша дәрежесі деп жаза аламыз деген сұрақ қой. Енді бұл жағдайда сіздер былай жасайсыздар. Қараңыздар, егер бір мына жақта онша емес сан тұрса, біз не істейміз? Әрине оны екі жағында логарифмге келтіреміз. Яғни ln 8-ден 3 деп. И мына жағында натурал логарифмге келтіреміз. ln 2-нің минусты бөлінген жартылай ыдырау периоды деп. Енді былай істеуге бола ма? Логарифмнің қасиеті бойынша мынау тұрған 3 бөлінген 8-ді мен бөлек-бөлек былай жаза аламын, иә? ln 3 азайтылған ln 8 деп. Негіздері бірдей болса, осы азайтындыны бөлу ретінде жазуға болады, немесе керісінше. Енді мына жақта логарифмнің мына келесі қасиеті бойынша мынау дәрежеде тұрған бір сан осы логарифмнің алдына келіп түседі. Сонда минусты бөлінген т таңбасымен бірге аласыздар. Көбейтілген ln 2. Енді ары қарай не істейміз? Біз бұлардың барлығын аламыз да минус 1-ге көбейтеміз. Минус 1-ге көбейтеміз, мынау минус деген коэффициенттен құтылу үшін. Сонда мынау екеуінің орындары ауысады. Математикалық амалмен ln 8 азайтылған ln 3 тең т бөлінген т көбейтілген ln 2. Енді өшеден ары қарай не істейміз десе, мынау бізде инженерный калькуляторда бар сандар, иә? Бар сандар. Мен қазір енді қолымда калькулятор тұр, сіздерге экранға шықпайтын шығар. Мен қазір мысалы 8 деп натурал логарифмге келтіретін болсам, бұл 2,08-ге тең. 2,08. ln 3 дегенде дәл сондай сан. 3 натурал логарифмінде бұл 1,1 шығады екен, жоқ шамамен. 1,1. Тең т бөлінген т көбейтілген ln 2 дегеніміз қанша? Натурал логарифм 2 бұл бізде 0,7-ге тең. Енді барлығын жоқ санмен алып отырмын. Енді ары қарай оңай емес пе? Сіздерде уақыт бар, жартылай ыдырау периодын табу үшін мына екеуін бір-бірінен азайтайық. 2,08 азайту 1,1 бізде 0,98 шығады. 0,98. И ары қарай 0,98-тен 1200 көбейту 0,7 бөлінген т. Жартылай ыдырау периодын табатын болсақ, мына екеуін көбейтеміз. 1200 көбейту 0,7 бөлеміз 0,98-ге. Бізде 857 деген уақыт шықты. 857 секунд. Көрдіңіздер ме? Олдан логарифммен шығаратын есептер бізде осындай форматтарда кездеседі. Все, қатты бір қиындық туған жоқ деген ойдамын. Ал енді келесі. Бізде тек қана контекст қалды, сонымен біз сабақты аяқтаймыз. Егер осы видео ұнап жатқан болса, міндетті түрде астына лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Медицинада радиоизотоптарды қолдану дейді. Қазіргі таңда медицина саласының қарқынды дамуы ядролық физикамен де тығыз байланысты, әсіресе радиоактивті сәулелермен қатерлі ісік ауруларын емдеуге болады. Физикада ең алғаш әйел адам Нобель сыйлығын алған, ол Мария Кюри, осы радиоактивтілік саласына байланысты, оны медицинада қолдану деген. Қандай да бір уақытта осы Мария Кюри оны ашып, кейіннен осы радиация деген ол тек қана зиян емес, оның жақсы бір қасиеттері де бар екен деген бір факт болды. Сосын адамдар жаңағы құрамында радий бар шоколад, құрамында радий бар сабын, сондай бір маркетинговый ход деп айтайын ба, сондай бір дәуір болған. Интернетте іздеп көрсеңіздер болады. Енді былай дейді. Мысалы, адам көзінің кейбір ауруларын емдеу үшін стронцийді қолданады. Стронцийдің 1 граммын адам ағзасына енгізеді. Ол радиоактивті бета сәулелерін шығарады, және оның жартылай ыдырау периоды жуық шамамен 30 жылға тең дейді. Ал кобальтты қатерлі ісік аурулары мен әртүрлі қабынуларды емдеу үшін пайдаланған. Оның жартылай ыдырау периоды 6 жылға тең. Ол радиоактивті гамма және бета сәулелерін шығарады. Енді ең алғашқы сұрағымыз жай ғана логикалық сұрақ. Бірдей массада алынған кобальт пен стронцийдің бірдей уақытта ыдырауға ұшырамайтын массаларының қатынасы қандай дейді. Енді жай ғана бір елестетіп көрейік. Бірдей массада алынған бізде бір радиоактивті изотоп бар. 200 грамм деп алайық. Енді 200 грамм деген мен үшін бір өте бір ыңғайлы сан, бөлуге де ыңғайлы. Сол үшін солай мысал келтіремін. Мына бізде кобальт, мына бізде стронций. Енді контексттен қарауға болады, стронцийдің жартылай ыдырау периоды жуық шамамен 30 жылға тең дейді. Мына т тең 30 жыл деп қойын. Жартылай ыдырау периоды. Ал кобальттың жартылай ыдырау периоды бізде қанша деп айтылған? 6 жылға тең дейді. 6 жылға. Енді осылардың
бірдей уақытта атырауға ұшырамайтын массалардың қатынасы дейді. Енді қараңыздаршы, бізде бір 30 жыл деген уақыт өтсін. 30 жыл уақыт өтсін. Жалпы уақытымыз 30 жыл. Қарап тұрсаңыздар, мынау стронций 30 жылда бір-ақ рет ыдырайды. Бір-ақ рет ыдырайды да, ол 100 грамм қалады, иә? 30 жылда бір рет ыдырайды. Ал кобальт 30 жылда 5 рет ыдырап үлгереді. То есть 6 жыл өтеді, 12 жыл өтеді, 18 өтеді, 24 өтеді, 30 жыл өтеді, ол 5 рет ыдырайды. 5 рет ыдыраған кезде оның массасы қанша есе азаяды? 200 граммды 2-ның 5 дәрежесіне бөліп тастасақ. 2-ның 5 дәрежесі деген бізде ол қанша еді? 32 ма? Көбейту 2, көбейту 2, көбейту 2, көбейту 2, 32. Сонда 200-ді 32-ке бөлетін болсақ, ол үшін бір өте бір аз сан шығады, иә? Жарайды, қазір бөле салайықшы. 200 бөлу 32, 6,125 граммы қалады екен. Интересный факт. Енді осы екі санды салыстыр деп тұр ғой. Екеуінде бірдей мөлшерде қалады дейді. Келісесіздер ме? Жоқ, мен келіспеймін. Екеуінің мөлшерлері әртүрлі. Кобальттың массасы көбірек қалады дейді. Себебі жартылай периоды аз. Анықтау мүмкін емес деген вариантты алып тастаймыз. Стронцийдің массасы көбірек қалады дейді. Сәйкесінше кімнің массасы көбірек қалды? Ол әрине стронцийдікі. Себебі оның жартылай ыдырау периодының уақыты үлкен болды. Енді бұл жай ғана мысал, болашақта сіздер уже логикамен шығарсаңыздар, уже оқып отырып контекстен өздеріңіз таба алу керексіздер. Жартылай ыдырау периоды уақыты көп болған сайын, ол элементтің ыдырайтын бөлігі азағырақ болады. То есть, чем чаще он распадается, тем быстрее распадается ол. В общем, сондай. Келесі тапсырма. Радиоактивті элементтің екі жартылай ыдырау периодына тең уақыттағы ыдырайтын бөлігі қандай дейді? Екі жартылай ыдырау периодында. Ешқалай жазбай логикамен таба салуға болады ма? 100%, бір рет ыдырайды 50%, тағы да бір рет ыдырайды. 50-дің жартысы 25%. Қалады. Ыдыраған бөлігі қанша? 75%. Жауабы Б болады. Келесі тапсырма. Стронций изотопы бетта ыдырауға ұшыраған соң пайда болатын қандай элемент дейді? Стронцийдің өзін жазып қойық. Бізде стронций 38-де 90. Енді бұл бетта ыдырауға ұшыраса, демек ол электрондық бетта ыдырау -1-ден 0. Әрі қарай енді таза арифметика нәрсе. X белгісіз элемент, Z деген зарядтардың саны, A деген массалық сан немесе нуклондардың саны. Енді Z қаншаға тең болу керек? 39-ға тең болу керек. Екеуі теңесу керек қой, 38, мына жақта 39 минус 1. Екеуі теңесті ме? Теңесті. Енді мына жақта 90-ның өзі қалады. Болды. Бұл пайда болған элементіміз 39-да 90 деген вариант бар ма? Иә. С деген жауапқа сәйкес келеді екен. Келесі тапсырма. Кобальт изотопы гамма ыдырауға ұшыраған соң пайда болатын белгісіз элемент. Альфа ыдырауда гелий деген ядро бөлініп шығады. Бета ыдырауда электрон бөлініп шығады. Бұл жағдайда гамма ыдырау дейді. Гамма ыдырауда элемент құрылымы ешқалай өзгермейді. Қандай элемент бастапқыда болды, сондай болып қалады. Яғни бізде кобальт 27-60 болды ма? Ол гамма сәулеленуден кейін, гамма ыдырауға ұшырағаннан кейін дәл солай кобальт болып қала береді. 27-90, 27-60. Яғни бұл жерде Д жауабын белгілейсіздер. И бізде соңғы тапсырма ма? Иә, соңғы тапсырма қалды. Интересно. Адам ағзасына енгізілген стронцийдің, мына жерде жоғары жақта айтылды ғой, енді адамды бір емдеу үшін, стронцийді көздің кейбір ауруларын емдеу үшін стронцийді қолданады. 1 граммын адам ағзасына енгізеді деп айтылған. Сарымен белгілеп кетейін нәрге. 1 граммын адам ағзасына енгізеді. Ол бета сәулелерін шығарады, және оның жартылай ыдырау периоды 30 жылға тең дейді. 15 жылда қалатын ядролар саны қанша дейді? Так, бізде бастапқы массамыз М0. 1 грамм. Жартылай ыдырау периоды 30 жыл. Ал бізге берілген уақыт ол 15 жыл. 15 жыл. И бірінші массасын табайық, потом уже атомдар санын тауып алуға болады. Қалатын ядро саны деп тұр, демек қалғаны, дельта М емес, ыдырап кеткенін сұрап тұрған жоқ, қаншасы қалады дейді. Массаны тауып алайық енді. Масса тең М0 көбейту 2-ның минус уақыт бөлінген жартылай ыдырау периоды. М тең 1 грамм көбейту 2-ның минус 15 бөлу 30. Жаңағындай сан енді, 30 бен 15-ның орындарын ауыстырып жібермеңіздер. 15 бен 30-ды қысқартамыз. Мына жақта 1 көбейту 2-ның минус 2-ден 1 дәрежесі қалады. Мына жақта 1 грамм, мынау грамм
2-нің минус 2-ден 1 дәрежесі деген бағана шығардық қой, 1 бөлу түбір асты 2 немесе түбір асты 2 бөлінген 2-ге тең. Жалпы біз айта аламыз енді түбір асты 2 бөлінген 2 граммы ыдырамай қалады екен. Енді нақты айтайық, түбір асты 2 бөлінген 2 қаншаға тең екенін. Түбір асты 2-ден 1-де 41 шығады, оны 2-ге бөлеміз, 0,707. 0,707 граммы ыдырамай қалады. Енді осы 0,707 грамм стронцийдің ішінде қанша ядро бар екенін анықтау үшін біз бағанағы формуланы қолданамыз. Масса бөлу мольдық масса тең n бөлу n. Осы жерден ядролардың саны n-ді түрлендіріп алсақ, масса көбейтілген n авогадро бөлінген мольдық масса. Массамыз 0,707 граммға тең 6,23 дәрежесі, бөлеміз оны мольдық масса. Стронцийдің жазылуын қараңыздаршы, міне. Стронций 38-де 90, яғни оның мольдық массасы жоғары жағында тұр, 90 грамм бөлінген моль. Болды, осыны есепке салыстыр. 0,707 көбейту 6, одан шыққан санды бөлеміз 90-ға, бізде шығады екен 0,047. 0,047 көбейту оның 23 дәрежесі. Немесе оны жауапқа сәйкес 4,7-ге келтірсек, о дәрежеміз 21 дәреже болып қалады. Яғни бұл жерде D деген жауапты белгілейсіз. Ал достар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Надеюсь, радиоактивтілік деген тақырыптың осы жартылай ядро периодына қатысты графикті де талдадық. Формуламен де талдадық, формуласыз да талдадық, логарифммен шығаратын да талдадық. Яғни бір дәрежесі бір түрлі шығатын -2-ден 1 деген дәрежелерді оларды да математикалық тұрғыдан білу керек деген ойдамын. Жалпы барлық типтес есептердің көп жағдайын көрсеттім. Ары қарай енді сіздің тақырыпты түсініп алып кеткеніңізге байланысты. Ал жақсы, сіздермен бірге болған мен, есімім Дарын Саятұлы, физика пәнінің мұғалімі. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақтарда аман есен жолыққанша достар, аман сау болайық. Всем пока.